Нұқ мұғалім, сіз жас ұстаз табысқа апарар жол форум аясында білім берудегі мен инновациям атты облыстық шығармашылық байқауға қатысқалы жатыр екенсіз. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Және де байқаудың аты айтылып тұрғандай, бұл жерде әр қатысушы өзінің жаңалығымен, инновациясымен бөліседі. Осы орайда сіз қандай педагогикалық инновацияларды, технологияларды қолданасыз? Және де олардың басқа технологиялардан қандай өзгешелігі бар? Бүгінгі таңда педагогтердің алдына қойып отырған міндеттердің негізгісі оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманға педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда мектеп мұғалімдері инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Мен өзге әріптестерім сияқты өз сабақтарымда Блум таксономиясы, сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту, модульдік оқыту, деңгейлік саралау технологияларын, олардың элементтерін тиімді қолданамын. Дегенмен әр ұстаз өзінің қарым-қабілетіне сай оқыту әдістемелерін таңдайды. Мен өз шәкірттерімнің сөз құдіретін жете түсініп, кітап оқып, жан-жақты ізденіп, шығармашылығы болғандығын қалаймын. Сол себепті мен өзімнің сабақтарымда оқушылардың шығармашылығын шыңдау, олардың бойына ұлттық құндылықтарды дәріптеуге үлкен ден қоямын. Сабақ үстінде қолданылатын технологияларымда осыған бағытталған. Мен ұдайы шығармашылықпен айналысып, байқауларға қатысып, барынша алға қадам жасап отыруға тырысамын. Өзім Тараз қаласында өткен республикалық дарынды балаларға талант ұстаз байқауының облыстық кезеңінің жеңімпазы атандым. Тараз қаласында өткен республикалық күләш әлемі байқауының көркем сөз бағытында жеңіске жеттім. Облыстық мен жастарға сенемін атты ақындар мүшәйрасында бас жүлдеге ие болдым. Тіпті облыстық кәсіподақ ұйымы ұйымдастырған байқауларда топ жардым. Енді айта берсек көп. Менің жаныма ақындық жақын. Жоғарғы оқу орнында жүрген кезде де ұстазым қазақ айтысының ақтаңгері ақын Айбек Қалиев болды. Өзімнің бойымдағы ақындыққа шәкірттерімді де баулығым келді. Сол мақсатта өзім сабақ беретін сыныптарға әдебиет сабақтары барысында әңгімеге байланысты бір шумақ өлең құра, ұйқасын тап, немесе берілген өлеңдегі ойды өз қиялыңмен аяқта деген сияқты тапсырмаларды беремін. Осылайша ақындыққа аз да болсын қабілеті бар оқушылар өздері іріктеліп шығады. Одан кейін сол іріктелген дарынды оқушылармен жеке жұмыс жасаймын. Сіз оқушылармен жұмыс істеу барысында не себепті ақындық бағытқа көбірек көңіл бөлесіз? Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі болғаннан соң, қазақ халқының ұлттық құндылықтарына байланысты ұғымдарды сабақ барысында тиімді пайдалануға тырысамын. Мысалға алатын болсақ, қазақтың сөз өнері айтысты дәріптеу мақсатында сабақ барысында мен сөз жарыстыру әдісін жиі қолданамын. Өзім де талай айтысқа қатысқанмын, сондықтан ол жерде жинақталған тәжірибеммен шәкірттеріммен бөлісуді жөн деп білемін. Оқушыларды сабақ барысында рөлдерге бөліп, қыз бен жігіт айтысы, ақындар айтысы, жұмбақ айтысы сияқты айтыс түрлерін ұйымдастырамын. Бұл оқушыларға рухани тәрбие беруде таптырмас әдіс деп есептеймін. Оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарды дарыту мақсатында қолданатын технологияларыңыз бар ма? Солармен бөліссеңіз. Әрине, ұлттық құндылықтарға баулитын тағы да бір әдіс тәсілдерім. Сабақ процесі кезінде ұлттық атрибутиканы қолдану. Және де, мысалы, мен өз сабақтарымда асықты көп қолданамын. Оқушыларға сұрақ қою барысында олардың асық ойындарына байланысты жаңағы алшы, бүк, шік, омпы, хан талапай деген сияқты атауларды мүлдем естімегенін, білмейтінін түсіндім. Сондықтан да өз сабақтарымда асық ойындарына байланысты ұғымдарды көбірек кірістіруге тырыстым. Мысалы, асық арқылы топқа біріктіру, қызыл жасыл түстерге боялған асықтар арқылы оқушылар арнайы дайындалған қобдишадан не қалташадан өз топтарын таңдайды. Асық арқылы бағалау жүйесін ойлап шығардым. Алшы 5, омпы 4, бүк 3 деген сияқты. Сергіту сәтінде де қимыл қозғалысты талап ететін, мергендікке тәрбиелейтін, оқушылардың денсаулығына пайдалы 5 асық ойынын ойнатып, жарыс ұйымдастырдым. Бұл ойын оқушыларға өте қызық, қанша ойнаса да жалықпайды. Оқушылардың бұл қызығушылығын байқап, мен мектеп қабырғасында асық ату кабинетін аштым, соны жоспарладым. Бүгінгі таңда мектебімізде асық ату кабинеті жұмыс істейді.
сол жерде мен Алтын Сақа үйірмесінен жетекшілік етемін. Асық үйірмесінен басқа оқу процесінде өз нәтижесін берген тағы қандай жұмыстарыңыз бар? Бұдан бөлек оқу процесі кезінде өзінің нәтижесін беріп жатқан жұмыстарым бар. Соның ішінде өзім жетекшілік ететін өнеге шығармашылық ұйымын атап өтуге болады. Ол ұйым 3 бағытта жұмыс жасайды. Ақындық бағыт, көркем сөз оқу, мақала жазу. Алдымызға салардай астананы мақсат қоя білейік асқарала. Себебі мақсаты жоқ адамдарды мақсаты бар адамдар басқарады. Жоғарыда айтып өткендей, сабақ барысында іріктеліп шыққан ақындық қабілеті бар оқушылармен осы шығармашылық ұйымда одан әрі жұмыс жасаймыз. Оқушыларға ақындықтың қыр-сырын үйретіп, өлең жазуда бағыт-бағдар беремін. Бұл бағыттағы жұмысымның ең үлкен нәтижесі ретінде оқушым Жұмажан Назеркенің Күзін-айды кітабының жарыққа шығуын айтуға болады. Мектеп қабырғасында бұл кітаптың тұсаукесері салтанатты түрде өтті. Көркем сөз оқу бағытындағы оқушыларымыздың да біршама жетістіктері бар. Оқуға шақыру. Балалар, оқуға кел, жатпа қарап. Жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлдеқашан. Қарап тұр терезеден күн жылтырап. Мақала жазу бағытымен айналысатын оқушыларымның жазған мақалалары, өлеңдері аудандық, облыстық, республикалық газет журналдарда басылып отырады. Білім беруде сіз қолданып жатқан бұл инновацияңыз оқу үлгеріміне, оқушылардың білім сапасына қалайша әсер етіп жатыр? Жалпы нәтижесі қандай? Менің өзімнің 5 жылдық тәжірибемдегі осы мектептегі қолданып жатқан жеке әдістерім мен инновацияларым жалпы жыл өткен сайын жаңарып, толықтырылып, оң нәтиже беріп жатыр. Өнеге шығармашылық ұйымының да оқушылардың білім сапасына, тәрбиесіне, жалпы оқу процесіне жақсы ықпалын тигізеді деп айта аламын. Себебі осы ортада тәлім алып жатқан шәкірттердің барлығы дерлік оқуда озат, кез келген ортада өз ойларын толыққанды айта алатын белсенді оқушылар. Нәтижеге келер болсақ, 5 жыл ішінде 20-ға жуық облыстық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанған екен олар. Атап айтсақ, Қабиден Тірнәз деген шәкіртім облыстық Абай оқуларының, Махамбет оқуларының, тағы да көптеген оқулардың жеңімпаздары атанды. Және де биылдың өзінде 3-ші халықаралық Алаштар өнер байқауының арнау бағытында 8-ші сынып оқушысы Жұмажан Назерке бас жүлдеге ие болды. Облыстық ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған Жүрегім менің жанартау байқауында көркем сөз бағытында Жұмажан Назерке 2-ші орынға ие болды. Республикалық Мұқағали оқуларының аудандық, облыстық кезеңдерінің ақындық бағыты бойынша Жұмажан Назерке бас жүлдеге ие болды. Және де республикалық Ақберен өнер байқауының аудандық, облыстық, республикалық кезеңдерінің ақындық бағыты бойынша жеңімпаз атанды. Республикалық Абай әлемі байқауының Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін ақындар бағыты бойынша бас жүлдеге ие болды. Өзіңіздің кәсіби тәжірибеңізбен қалай бөлісесіз? Және алдағы уақытта осы бағытта тағы қандай жоспарларыңыз бар? Мен өзімнің кәсіби тәжірибеммен мектепшілік, аудандық, облыстық көлемде жиі бөлісіп отырамын. Мысалға 2021 жылы Қапшағай қаласында өткен ұлттық құндылықтар бастауы тіл мен тарих атты республикалық семинар практикумда, сонымен қатар 2021 жылы Балдәурен оқу сауықтыру базасында өткен жас мамандардың кәсіби дамуы, білім берудегі жаңа тренд, жаңа көзқарас атты республикалық форумда өзімнің озық тәжірибеммен бөлістім. Алдағы уақытта оқу процесінде нәтиже беретін, білім сапасын арттыратын тың технологиялар мен инновацияларды іріктеп, одан әрі жетілдіру, оқу процесін рухани құндылықтармен ұштастыру, тәжірибесін одан әрі жалғастыру, ұлтымыздың ұлы ақындарының оқуларына, шығармашылық байқауларға қатысуды жалғастыру, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға арналған тапсырмалар жинағын жүйелеп, рецензиялау, өнеге шығармашылық ұйымының жұмыстарымен аудандық, облыстық көлемде тәжірибе бөлісуді мақсат етіп қойдым. Және де осы мақсаттарға жету жолында бар күш-жігерімді саламын деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Шынайы үлгі өнегеге толы сұхбатыңыз үшін көптен көп рахмет айтамыз сізге. Және де алдағы уақытта сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Көптен көп рахмет.